Залда жүргеніме 3 ай болды. Ең жақсы арқаға арналған изоляциялық бір жаттығу бар, именно қанатты шығаратын, яғни широчайший мышцаларды. Дәл қазір сол жаттығуды көрсетемін. Жоғалтып алмас үшін тіркел или сақта бол. Жаттығудың аты пловер кроссовер. Основной рабочий сустав бізде плечевой сустав қана жұмыс істейді, яғни изоляциялық жаттығу. Основная рабочая мышца бізде широчайшие, вспомогательный ретінде бізде трицепстің астыңғы жағы и арқаның малая круглая деген сияқты бұлшықтар и предплечье тоже көмектеседі. Қай уақытта жасаған дұрыс десеңіздер, основной базалық жаттығулардан кейін, яғни тяга штанги в наклоне, тяга гантели в наклоне, горизонтальная тяга деген сияқты жаттығуларды бітіргеннен кейін соңынан добивка ретінде жасауға болады. Егер залға ақша құртпай турник плечамен жаттығам деген желание болса, профильдегі ссылкаға өтіп, турник плечаға арналған жаттығу жоспарын тегін ал. Қалай салмақ қосамын, қалай арықтаймын, денемді шығара алмай жүрмін деген проблемалар болса, обязательно тіркеліп кет. Алдағы уақытта қалай салмақ қосу керек, қандай жаттығулар істеу керек, қалайынан бұлшық өседі, жалпы жаттығулардың техникасын, неше рет, неше подход барлығын бөлісіп отыратын боламын.